Алматы облысы, Қаратал ауданы, Үштөбе қаласы, Сергей Ильич Морозов атындағы номер 51 орта мектеп гимназиясының 10 А сынып оқушылары Серікбай Малика мен Жанатбек Аида. Бүгінгі біздің тақырыбымыз Үштөбе қаласының экологиялық мәселелері және оның шешу жолдары. Біздің экологиялық форумымызды Шыңғыс Айтматовтың мынандай қанатты сөзімен бастағымыз келіп отыр. Табиғатпен ортақ тіл табылған жағдайда ғана адамзат өз мүмкіндіктерін толық жүзеге асыра алады. Біздің бүгінгі мақсатымыз Үштөбе қаласының экологиялық мәселелерін қарастыра отырып, оның шешу жолдарын қарастыру. Өзектілігі. Үштөбе қаласының экологиялық мәселелер өзектілігі болашақ және қазіргі ұрпақтардың өмір сүруіне қажетті қолайлы жағдайларды қамтамасыз ету мақсатында оларға шешуге деген объективті қажеттілік мектептің алдындағы оқушыларға экологиялық білім мен тәрбие беру. Кіріспе. Біздің елімізде табиғат байлықтарына орасан зор, яғни табиғат байлықтары бай. Олар халық қажеттілігін қанағаттандыру әрі шаруашылығын дамыту үшін қажеттінің бәрін беруде. Дегенмен бұл байлық қаншалықты мол болғанымен, оны сақтай білу және де дұрыс пайдалану бұл адамзатқа байланысты. Уақыт өте келе ол да сарқылады. Сондықтан табиғат байлықтарын қорғауға аса зор мән салуымыз керек. Қазақстан Республикасының 1997 жылы 15 шілдеде қабылданған ерекше қорғалатын табиғи аумақтар туралы заңы шығарылған болатын. Бұл аты айтып отырғандай пайдалы қазбаларды, суды, жер асты суларын, ормандар мен құстарды және де тағы басқаларын қорғау қарастырылған. Жарлықта қосымша арнайы нұсқаулар да жазылған болатын. Ол жерде әртүрлі табиғат байлықтарын осы пайдаланумен қатар орман топырақтарының құнарлығын сақтай отырып, ауа мен су қоймаларын қорғау және де балық аулау мен аңшылық туралы ережелері де жазылған болатын. Негізгі бөлім қоршаған ортаны қорғау дегеніміз қазіргі таңдағы өзекті мәселелердің бірі. Яғни ол адамзаттың табиғатпен қарым-қатынасының өзгеруімен санасының өзгеруінде. Ал қазіргі таңда жер шары бойынша 40-45% адамдары нашар экологиялық ортада өмір сүруде. Ал біздің қазіргі таңда Үштөбе қаласында жұмыс істеп жатқан зауыттар мен фабрикалар, яғни ол Қазселеком және де кірпіш зауыты, Айдын май зауыты, сонымен қатар он комбинаты жұмыс істеуде. Осы зауыттардан шығатын улы газдар мен түтіндер қоршаған ортамызға кері әсерін тигізуде. Сонымен қатар өзен көлдерге, арықтарға лақтыратын қоқыстардың заңсыз тасталуы көбеюде. Үштөбе қаласының экологиялық жағдайларында алдын алатын жағдайлар, яғни ол ағаштар мен өсімдіктердің көп егілуі, зауыттар мен автокөліктерден шығатын улардың көп болуы, мекемелер мен көшелерде, қала сыртында көптеген қоқыстардың лақтырылуы. Сонымен қатар Үштөбе қаласының антропогендік, яғни көріп тұрғанымыздай антропогендік іс-шаралары біздің Мира көшесінде, Шорабаева көшесінде, Леонид Ильин көшелерінде көптеген қоқыстар лақтырылуда. Яғни бұл заңсыз іс. Және де біз Үштөбе қаласының экологиялық картасын жасадық. Яғни көріп тұрғанымыздай қоңыр түспен белгіленген, яғни ол өте нашар ластанған аймақтар қала сырттарында. Ал орташа ластанған көшелеріміз қала аймақтарында. Ал таза көшелеріміз орталықтарда белгіленген. Және де біз Үштөбе қаласының 2022 жылғы мониторингі бойынша карта жасадық. Яғни біз осы Үштөбе қаласының 59 көшесінің 20 көшесін зерттедік. Яғни олардың бірі өте ластанған көшелерде Қабдиса Ақын, Мұсабекова, Шорабаева көшелері, ал ластанған көшелеріміз Байдукова, Төлебе, Шевелева көшелері, ал біздің таза көшелеріміз Абдурахман Ақын, Жамбыл, Гагарина көшелері. Адамзатқа кері әсер ететін экологиялық құбылыстар. Суретте бейнеленгендей, бұл жерде су ресурстарының ластануы, зауыт, фабрикадан шыққан зиянды түтіндер. Сәлеметсіздер ме, құрметті экологиялық форумның қатысушылары. Бүгін біз өзіміздің зерттеуімізді жалғастыра отырып, Абдурахман Ақын көшесінің осындай заңсыз қоқыс тасталған жерін көріп отырмыз. Біз зерттеуімізді жалғастыра отырып, Қабдиса Ақын көшесіне келген болатынбыз.
экологиялық мәселелердің шешу жолдары. Біз осыларды ұсынудамыз. Зауыттан шығатын түтіндерді тазарту мақсатында шет елдердегі сияқты фильтрлерді қою арқылы ауаны тазарту. Екіншісі, қоқыстарға арналған жәшіктерді орнату. Сонымен қатар қоғамдық орындарға қоқыстарды лақтырушыларға заңды түрде айыппұл төлету. Мемлекет тарапынан алдын алу іс-шараларын ұйымдастыру және де ең маңыздысы көгалдандыру бағдарламасын одан әрі дамыту. Бұл жерде суретте қоқыстарға арналған арнайы жәшіктер, яғни әр көшеге қойылуы тиіс деп санаймыз. Суретте көрсетілгендей, біз Абылайхан көшесін зерттеуге барған болатынбыз. Және де бұл зерттеу барысында қоқыс жәшіктері екіге бөлінген болатын. Біреуі осы пластикалық қоқыстарды лақтыруға, ал екіншісі кәдімгі жай қоқыстарды лақтыруға арналған жәшік болған. Және де Үштөбе қаласының орталықтарында көптеген айыппұл төлетуге арналған тақтайлар қойылып қойылған болатын. Бұл Үштөбе қаласының осы экологиялық проблеманы шешуге өте маңызды рөл атқарады деп ойлаймыз. Және де көгалдандыру жұмыстары. Жыл сайын жергілікті әкімдікпен бірге жұмылдырылған көгалдандыру жұмыстары жүргізіледі. Яғни мысалы Жасыл ел бағдарламасы, ол үлкен нәтиже беріп өтуде. Атап айтсақ, қалалық саябақ, сонымен қала көшелері тазартылуда. Қорытынды, сөзіміздің соңында айтарымыз, кез келген адамзат баласы қоршаған ортаға өзінің пайдасын тигізуі керек. Яғни ол қоршаған ортаны қорғауы тиіс деп санаймыз. Яғни бұл мамандар мен кез келген адамның өзінің атқаратын парызы. Егер де біз осы парызымызды орындайтын болсақ, жер ананың алдында өзіміздің парызымыздың орындалғаны деп есептейміз. Назар қойып тыңдағандарыңызға рахмет.